Сәлеметсіңдер ме 8-ші сынып оқушылары? Бүгін біз 28-ші жаттығуды орындаймыз. Каналға тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Ал бастаймыз. Бірінші есепте жабық стадионның ойын алаңында жүрген спортшылардан 4 көлеңке түседі. Оны немен түсіндіруге болады дейді. Яғни стадионның 4 бұрышында 4 прожектор орналасқан. Сол 4 көлеңке, сол 4 прожектордың әсерінен пайда болады. Так, екінші сұрақта бойы 1,8 метр адамның шуақты күндегі жерге түсетін көлеңкесінің ұзындығы 90 сантиметр. Ал ағаш көлеңкесі 10 метр. Сонда ағаштың биіктігі қандай дейді. Так, мына жерде бізде H1, L1, яғни H1 бізде адамның бойы, L1 оның көлеңкесі. Бұл 90 сантиметр, значит, ол 0,9 метр деген сөз. Енді біз ағаштың биіктігін табуымыз керек. Осындай үшбұрыш сызамыз. Мынау бізде H1 болады. Так, мынау бізде H2 болады. Мынау адам тұрса, мына жақта адамдікі H1 болып тұр. Мына жері ол адамның көлеңкесі мына жақтан түседі деген сөз, значит, ол мына жер L1 болады деген сөз. Ал ағаштың көлеңкесі мынау жалпы, несі ұзындығы болады, ол L2 болады. Так, L2 деп аламыз. Енді мынау ABC деп үшбұрышты белгілеп алайық. ABC үшбұрышы бұл бізде тең болады екен. Мынау кішкентай үшбұрыш тұр, мынау соған тең болады. Яғни бұны так, F деп алайық, и K деп алайық. F, K, C үшбұрышына тең болады. Үшбұрыш F, K, C екеуі тең. Сонда бізде мынандай не пайда болады. AB мен FK-ның қатынасы ол тең болады AC-ның FC-ға қатынасына. Енді осыларды мәндерін қойып жазайық, яғни бірінші AB бізде H2-ге тең. H2-ге тең болады. FK ол H1-ге тең. H1-ге тең болады. AC, мынау жалпы ұзындық, ол L2-ге тең. L2-ге тең. FC L1-ге тең. Енді осы жерден мынау L2-ні табамыз. H2-ні табамыз мынау. Сонда H2 бұл тең болады H1 көбейту L2 бөлінген L1. Енді орындарына қояйық мәндерін. H2 тең болады. Мынау H1. H1-ның мәні 1,8 метр, көбейтеміз. L2 10 метр. 10 метр бөлеміз L1-ге 0,9 метр. Сонда тең болады. Так, 1,8-ді көбейтеміз 10-ға. Бөлеміз 0,9-ға. 20 болады. 20 метр. Сонда бізде осы ағаштың биіктігі 20 метрге тең екен. Үшінші есепті шығарайық. Көше шамы 3 метр биіктікте бағанада ілініп тұр. Ұзындығы 1,2 метр болатын тігінен орналасқан таяқтан түскен көлеңкенің ұзындығы осы таяқтың ұзындығына тең. Яғни біздегі мына жерде H2-міз L2-ге тең деген сөзде. H2 бізде биіктік, ал көлеңкенің ұзындығы бұл L2. Сонда таяқ бағанның түбінен қандай қашықтықта орналасқан? Суретін салайық бірінші, чтобы түсінікті болу үшін. Бірінші көше шамы 3 метр биіктікте тұр дейік. Мынау бізде көше шамы болсын, бұл 3 метр биіктікте тұр, H1 деп аламыз. Және де оның қасында бізде таяқ, тігінен тұр таяқ. Мынау бізде таяқ болсын. Бұл H2 дейік. Енді осы H2-ден бізде көлеңке түседі. Дәл сондай ұзындықта, яғни ол L2 болады деген сөз. L2. Енді осы нені барлық нені қосайық, сызықтарды қосып үшбұрыш шығарайық. Так, былай және былай қосамыз. Бізге табу керек мынау бөлікті. Яғни таяқ түбінен деген сөз, таяқ бағанның түбінен қандай қашықтықта орналасқан дейді. Значит, мынау ара қашықтықты табу керек деген сөз. Бұны біз дельта L деп аламыз. Сонда қарайық. Біздегі мынау H1-дің, яғни көше шамының бағанының көлеңкесі, яғни L1-міз, мынау L1, бұл дельта L мен L2-ның қосындысына тең болып тұр, мына жақта қарасақ. Енді алдыңғы есептегідей не істейміз? Үшбұрышты белгілеп алайық. AB, C, мына жақта FK деп алайық. Енді қарап тұрсақ, үшбұрыш AB, C мен FK-сы екеуі тең. Яғни ұқсас. Так. Дегенде ұқсас деп жазайын. Екеуі ұқсас. Ұқсас үшбұрыш. Енді осы екі үшбұрышты формула құрастырамыз. AB-ның қатынасы бізде, AB-ның қатынасы FK-ның қатынасына тең болады. Және AC-ның қатынасы
F-сының қатынасына тең болады. F-сының. Енді мәндерін қойып жазайық. AB дегеніміз бізде H1, иә? H1, FK дегеніміз H2. H2 тең болады. AC дегеніміз ол L1-ге тең, иә? Значит, ол бізде дельта L қосу L2. Сонда бөлеміз F-сыға, иә? F-сы бізде L2-ге тең. L2-ге. Так, енді осы жерден біз дельта L-ді табуымыз керек. Ықшамдаймыз, яғни дельта L плюс L2 жақшаның сыртында H2 бар, иә? Пропорциямен көбейтіп жатырмын. Сонда H1-ді L2-ге көбейтеміз. Енді дельта L тең болады H1 көбейту L2 бөлінген H2 азайту L2. Енді мәндерін қояйық орнына. Дельта L бізде тең болады H1 3 метр көбейту L2 L2 мен бізде H2 тең, иә? Сонда 1,2-ге тең. H2 1,2-ге тең, азайтамыз L2 бұл 1,2. Сонда мына екеуі қысқарады. 3-тен 1,2-ні азайтамыз. 8 ба? Так, 1,8 метр. Екінші есепті шығарайық. Мына жақта бізде үй берілген. Үйдің көлеңкесінің ұзындығы L1 40 метр дейді. Ал ағаштың ұзындығы 3 метр, оның көлеңкесі 4 метр. Енді біз үйдің биіктігін табуымыз керек. Мынандай не сызбалайық, үшбұрыш, иә? Мынау бізде үйдің биіктігі болсын, H1-міз, иә? Оның көлеңкесі мына жақта түседі. Көлеңкесі L1-ге тең, иә? L1. Ал мынау ағаш дейік. Мынау 3 метрлік ағаш, оның көлеңкесі 4 метр, иә? Былай түседі. Осыдан үшбұрыш сызамыз. Мына жерде H1 болады. Ой, H2 болады. Ал мынау L2 болады. Жері L2 болады. Сонда мынау бізде осындай үшбұрыш болады. Енді жалпы мынау нені үшбұрыштарды не қыламыз? Ұқсастырамыз, иә? Ұқсас, то есть A, B, C, мына жерде F, K дейтін болса, осы екі үшбұрыш бізде ұқсас, яғни үшбұрыш A, B, C ұқсас F, K, C-ға. Яғни мына жердегі мынау F, мынау K. Мынау екі үшбұрыш ұқсас. Сонда біздегі AB мен FK қатынасы ол тең болады екен AC мен F-сының қатынасына. Енді біз немен белгілеп алайық? Ұзындығы және биіктігін көлеңкесінің ұзындығымен белгілеп аламыз. То есть AB бізде H1-ге тең болады. H1-ге. FK-мыз H2-ге тең. Тең AC-мыз бұл L1-ге тең. L1-ге тең. F-сымыз L2-ге тең. L2. Енді осы жерден біз H1-ді табуымыз керек. H1 тең болады H2 көбейту L1 бөлінген L2. L2 тең. Орындарына қоямыз мәндерін. 3 метр көбейтеміз L1 40 метр бөлемін L2 4 метр. 4 метр. Сонда мына жердегі 40 пен 4 қысқартып жіберсек болады, сонда 30 метр шығады екен. Сонда биіктігі үйдің 30 метрге тең.